Қыздар жігіт таңдаған кезде көздеріңді бақырайтып ашып таңдаңдаршы, өтініш. Бізде қалай? Бәрі керісінше. Күйеуге шыққанша ештеңесін көрмейміз. Көзіміз жабық, деп майысып, осы өліп кетейін дейміз. Күйеуге шыққан соң, ол андай екен, мындай екен деп көзіміз ашылып кетеді да, телефон тексеріп, ана жігіттің есін шығарасыңдар. Бүкіл мінез күйеуге шыққаннан кейін белгілі болады. Керісінше, күйеуге шықпай тұрып, жігіт кезінен көздеріңді бақырайтып ашып, қандай қателіктері бар оның, қандай минустары бар, қай жермен жұмыс істеу керек, саған не керек, оған не керек, бәрін біле барып десеңіз, қателеспейсіз. Күшті миллионер жігітке күйеуге шыққың келсе, онда біліміңді арттыр. Сен өзің қандайсың, сондай адамды өзіңе тартасың. Егер жай ғана маған күйеуге шықсам болды деп кете беретін болсаң, онда сен қарапайым жігітке тұрмысқа шығасың, сосын өмір бақи жоқшылықтан қиналасың. Ал егер оқы, білім іздеп өзіңді дамытқан болсаң, сен сондай жігіттерді тартасың және күшті өмір сүресің. Ең қауіпті манипуляциялық сөздер. Егер сіздің жақыныңыз, досыңыз, жолдасыңыз осы сөздерді пайдаланса, бұл 100% манипуляция. Біріншісі, ажырасам. Отбасында ең көп пайдаланылатын манипуляциялық сөз. Екіншісі, жұмыстан кетем, бастығын қорқыту. Үшіншісі, мен сені ұстап тұрған жоқпын, қалағаныңды жаса, білгеніңді істе. Осы сөздердің барлығы манипуляция болып табылады. Ене ана емес, келін қыз емес. Рөлді ауыстырудың қажеті жоқ. Бізде ана тойда тұрамыз ше, былай майысып, қызымдай көретін болам деп ше. Шындығында олай істей алмаймыз, өйткені ол мүмкін емес. Әркім өз рөлінде өзінің міндетін атқару керек. Сол кезде отбасында проблема болмайды. Бізде бәрін былай бұқпыртып, бірінің үстіне бірін салып, сосын барып, мені қызындай көрмейді, әйтпесе мені анасындай сыйламайды деп осылай бір-бірімізге ренжіп жүреміз. Ененің орны бөлек, келіннің өзінің парызы бар. Осыны ұмытпасақ, шатастырмасақ, онда проблема да азаяды.